Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге жасалу жолы өте оңай, қарапайым заттардан тұратын салаттық жасалу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін қараңыздар, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Қажетті заттар тізімін описание бөліміне жазып кететін боламын. Алдымен қиярымызды аламыз. Керек емес жерін алып тастап, төрт бүріштеп майда етіп кесіп аламыз. Келесіде піскен етімізді кесіп аламыз. Оны да ұсақтап, айта кететін жағдай, осы жерде піскен ет пайдаланбасаңыздар да болады. Орнына тауық еті жарай береді. Тауық етінің төс еті де жарайды. Келесіде піскен жұмыртқамызды, оны да ұсақтап турап аламыз. Видеодағыдай. Барлығын турап болдық. Енді горохымызды саламыз. Оның үстіне бір ас қасықтай майонезімізді салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мен тұз салмадым, себебі менде етім тұздалған ет болатын. Сол себепті мен тұз салмадым. Сіздер дәміне қарай, тұзы аз болса, тұз салсаңыздар болады. Міне біздің салатымыз осымен дайын болды. Дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Өте тез дайындалады, әрі дәмі де ерекше болады. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Мәрзия. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.